Көкшелекті көктеммен бірге қуаныш сыйлай келетін аяулы аналарымыздың, әпкелеріміздің, қарындастарымыздың төл мерекесі 8 наурыз мейрамын бәріміз асыға күтеміз. Ер азаматтар бұл күні гүл, сыйлық дайындап, анасының, қарындастарының, сүйіктісінің жүрегіне қуаныш сыйлауға асығады. Құрметті аяулы әжелер, асыл аналар, сұлу жеңгейлер, ару қыздар, сіздерді бүгінгі төл мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтай отыра, сіздердің атыңызға айтылатын ақ алғыстар мен жылы сөздер еш уақытта толастамасын. Сіздерге және отбасыларыңызға денсаулық, сұлулық, бақыт, қуаныш тілеймін. Сіздер қашанда өздеріңізді сыйлы, сүйікті, қадірлі екендеріңізді, сіздерсіз мына дүние бос екенін ұмытпаңыздар. Мерекелеріңіз құтты болсын. Шұғылаулы көктемнің алғашқы мерекесі 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Бұл күн отбасы берекесі мен ұйытқысы болып табылатын біздің аналарымыз, әпкелеріміз және қарындастарымыз, қыздарымызға жарқын көңіл мен жақсылық тілейтін күн. Әлемде нәрестеге өмір сыйлап, оны алғашқы қадам басуға үйрететін қасиеттеріңізге тең келер нәрсе жоқ. Денлеріңізге саулық, отбасыларыңызға бірлік, береке, кейіннен табыс, қызметте өрлеу және махаббат пен әсемдік тілеймін. Тағы да мерекелеріңіз құтты болсын. Айып тастанбей. Мен дейтін бар ғой, 8 наурыз бар ғой, 8 наурызға. О боже, какой мужчина деген ойлайтын едім ғой. Қалай отырсың? Папа, сен жындысың ба? Не болды? Наурызға, 8 наурызға аналарымыздың, әжелеріміздің, жеңгейлеріміздің, арулардың мейрамында. О боже, какой мужчина, қандай қатысы бар бұл жерде? Мен енді қандай ойлайтын отырмын. Оны қоймай еще қазақтың қара домбырасын ұстап алсын қолына. Болмайды бұл. Айналайындар барады. Қазақтың мейрамында, қазақтың аналарына, әжелеріне, ару қыздарына арналған өлеңдер баршылық. Жүр, мен саған көрсетейін. О боже, не? Көрсін, жүр.